Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырып орфография және орфоэпия. Орфография және орфоэпия. Қазақ тілінде сөздердің жазылу заңдылығы мен айтылу заңдылығы болады. Орфография сөздердің дұрыс жазылу заңдылығы, ал орфоэпия сөздердің дұрыс оқылу заңдылығы. Енді мысал келтірсек, жазылуы, яғни орфография, мысалы көзілдірік, ал айтылуы орфоэпия, көзілдірік. Келесі қара ала, айтылуы қарала. Жазылуы келесі сөз өзен, айтылуы өзен. Келесі үлгілі, жазылуы, айтылуы үлгілі. Бүгінгі қысқаша тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.